Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Кахот арнасы. Мен сіздерге қазір сайт арқылы шақыру билет жасау жолдарын көрсететін боламын. Ешқандай да компьютер, ноутбук керек емес, жай ғана телефонымыз интернетке кіріп тұрған болса болды. Ол қандай сайт? Мінекей мынандай прикол ретінде жасағам. Енді заман күннен күнге өзгеріп бара жатқаннан кейін осындай әдемі креативный нәрселерді жасағанымыз өзімізге жақсы. Мінекей қарап көріңіздер. Құрметті бізді танитындар, үлкендер мен кішкентайлар. Сіздерді ұлымыз Асылжан мен келініміз Аружанның үйлену тойына жайылған ақ дастарханымыздың қадірлі қонағы болуға шақырамыз. Таныстыру деген кнопканы басқан кезде мінекей осындай бет ашылады. Ары қарай енді прикол ретінде жасалған суреттеріміз, басқаларымыз ары қарай біртіндеп таныстырып кеткеніміз. Мінекей мына жерде уақыты, күні және де мынандай қызық жері бар. Тойдан қалып кеткендер өздеріңнен көріңдер. Той сойқан болады деп мына жерге енді әркім өзінің аты жөнін жазып, мен точно барам деп басады. И бұны басқан кезде WhatsApp-қа лақтырып жібереді. Мінекей қараңыздар. Сөйтіп ол WhatsApp-қа жазады. Мен барам деген сияқты. Вот осындай қызықты жасалынған шақыру билет. Осындай шақыру билетті біз қалай жасаймыз? Ол үшін бізге интернет керек. Мақал енді мен Google Chrome'мен кіре берейін. Мына жерге tilda деп жазып, tilda дегенге кіреміз да, міне бірінші шығып тұрғанға кіріп, осы жерден біз регистрация жасаймыз. Бұл регистрация жасағанда мына жерде атыңызды, почтаңызды, паролін жазып кіресіз. Бұл негізінде бұл платный сайт, бірақ бесплатный, ол бір аптаға дейін жетеді. Егер осылай тіркеліп, сіз алғаш сайтты жасайтын болсаңыздар, бір аптаға дейін сіздерге тегін жасауға мүмкіндік береді. Бірақ ары қарай бір аптадан кейін ары қарай созам дейтін болсаңыздар, ол платный 4,5 теңге айына. Мен де негізі бұның платный версиясын сатып алғанмын, өзіме доменді сатып алғанмын. Енді мен өзімнің сайтыммен көрсете берейін. Мына жерге кіреміз, сөйтеміз де создать новую страницу дегенді басып, мына жерден өзімізге таңдаймыз. Бизнес, магазин, басқа әртүрлі таңдай береміз. Бизнес деген таңдап, әркім енді осылай біреуін таңдап кете беруге болады. Кез келген ол жерде не емес, разница жоқ. Ну, давайте біреуін таңдай салайық. Енді бізге бірінші беті, алғаш бір кнопкасы бар бетті таңдайық. Анда екі кнопкасы ол тоже қиындау болып кетеді. Ары қарай бір кнопкасы бар жерді таңдай берейік. Мысалы, мынау сияқты. Вот, ары қарай қазір оны өзгерте береміз. Давайте создать страница деген басып, бастап кетейік. Бірінші бізге керегіміз удалить ете салайық. Мінекей бізге мына беттен бастап керек болады. Бұл жерге біз шақыру билет деп жазып, ары қарай жазып кетуіміз керек. Так, енді бұны өзгерту үшін сол жақ бетінде ручканың суреті тұр, соны басамыз. Сөйтеміз де мына жерде өзгертіп, шақыру билет деп жазамыз. Сөйтіп мына жердегі тексті тоже өшіріп тастаймыз да. Бұл жерге жаңа құрметті достар, қонақтар, келініміз Аружан мен Асылжанның деп. Мінекей осы текстті көшіріп алып қоя салайын. Копировать етеміз да, мына жерге ставить етеміз. Ставка, ставить. Енді загрузить фото дегенді басып, мына жерден кез келген бір суретті таңдай саламыз. Енді әйтеуір бір қоя салайын. Қандай суреттер бар екен? Енді любой суретті қоя беруге болады. Енді мамашкамен түскен суретті қоя салайыншы. Жалпы мінекей қараңыздар, енді мінекей сақталды. Енді сохранить дегенді бассақ, мінекей артында уже сурет тұр, шақыру билет деп тұр, астында қонақтар деген тұр. Енді мына кнопканың бетін біз таныстыру деп жазуымыз керек. Енді таныстыру деп өзгертейік. Мына жерде алып тастап, таныстыру дейік. Келін жайлы, ұл жайлы таныстырып кету. Вот, мінекей бірінші бет уже бізде ашылды. Ары қарай екінші бет, таныстыру беті. Бұны жалпы осылай дальше жаңағыдай өзінің берген шаблонымен жасап кете берсеңіздер болады. Болмаса новыйдан шаблон ашуға да болады. Мына жерде плюс дегенді бассақ, тоже новыйдан шаблон аша беруге болады. Мысалы, мынаны басып, любой бір суретті таңдап, осы жерге өзімнің суретімді қойып жасаймын дейтін болсаңыздар. Болмаса мына жерде көп неше түрлі не бар, шаблондар бар. Керек десеңіз видеода қоя бересіз, тюгиспен местоположениеде қоя бересіз, суреттер қоясыз, видео қоясыз, любой істей бересіз. Галерея деген таңдап, нәштен кез келген бір суретті қойып, суреттерді қойып, жалпы қандай дизайн ұнайды сізге, соны қойып кете бересіз. Мен мына жерде мына суретті қоя салайын. Маған мысалы мынау ұнады дей салайын. Осы ұнаса, осы бетке мен мысалы өзімнің суретімді қоям, ары қарай келесі бетіне қыздың суретін қойып, ол туралы таныстырып кетемін деген сияқты. Өзім суретімді әшейін бір қоя салайын, әйтеуір
сөйтіп мына жерді өшіріп тастап бұл жерге өзім туралы ақпарат жазамын. Мысалы бұл пәленше төленше, мысалы бұл Асылжан деп астына тоже тексттер жазып кете беруге болады. Сөйтіп сохранить дейміз. Сол кезде мынандай болады. Бұл Асылжан деп өзі туралы тексттер жазып кетеді астында. Келесі бетте тағы да дәл осыны көшіріп қоя саламын дейтін болсам, тоже бола салуға болады. Мінекей мына жерде бүйтіп копировать деген бар, ортада. Соны бастап тоже дәл осы екеуі болады. Копировать деген басайын, мінекей дәл осы екеуі болады. Болмаса ұнамаса удалить ете саламын да басқа бет ашыламын. Мына жердегілер енді маған қатты керек емес болуы мүмкін. Болмаса мына суретті қоя салсам болады. Бұны енді удалить ете салайын, керек емес. Мынау да тоже керек емес, удалить ете салайын. Мынаны да удалить ете салайын. Ары қарай өзіміздің идеямызбен жасайық, қызық болсын. Сәл ешқайсысы керек емес. Мынаны да өзіміздің қазір басқаша жасай саламыз. Полный удалить ете салайын астыңғы жақтың бәрін. Вот, все. Мына жерде мен мысалы өзім туралы жаздым. Енді келесі бетінде қыз туралы ақпарат беру керек болатын болса, мына жерден тағы бір сурет таңдаймын да. Мысалы мына сурет таңдап, бұл жерге қыз туралы ақпарат беремін. Оны да жаңағыдай сол жақ бетінде ручканың сурет тұр, мінекей. Соны басасыз да мына жерден сурет таңдайсыз. Кез келген бір сурет таңдай салайық. Қандай суреттер бар мына жерде? Біреуін таңдай салайын әйтеуір. Сөйтіп мына жерге бұл жерге басқаша тексттер жаза бересіздер. Өшіріп тастап, басқасын жазып кете бересіздер. Қыз туралы ақпарат беретін болса, мысалы, бұл ол мынандай жерлерде оқыған, мынандай диплом бар деген сияқты нәрселер жазу керек па мүмкін. Білмеймін енді, әркім енді өзінің фантазиясына қарай жасап кете береді. Давайте қазір сақталсын. Сохранить. Мына сурет былайынан кетіп қалды. Болмаса былайынан қоя салуға болады кез келген. Уже бірнекей таныстыру беті ашылып бітті. Енді ары қарай біз қандай ары қарай енді өзімізге ыңғайлы жасап кете береміз. Мама келесі бетке мен видео қойғым келеді, love story'ді қойғым келеді. Онда мен мына жерде видео деген таңдаймын да. Мына жерде кез келген біреуін қоя саламын. Ну, давайте мынаны қоя саламын. Мінекей мынандай шықты. Бұл жерге енді мынаның үстін басқан кезде енді love story қойылып кету үшін, мысалы, YouTube'қа сіздер видеоларыңызды жүктеулеріңіз керек. YouTube'қа видеоны жүктеу керек. Мысалы, мен YouTube'қа бір видеоны жүктесем, мысалы, мына видео дей салайыншы. Осы видео love story болатын болса, менде сізде енді өздеріңіздің каналдарыңызға жүктейсіздер ғой. Мына жерде поделиться дегенді басып, сілтемесін көшіріп аламыз да, мына жаққа кіреміз жаңағы жерге. Сөйтіп ручканың суретін басып, осы жерге жаңағы сілтемені қоясыздар. Сохранить. Мінекей, көрдіңіз бе? Бұл жерде сіздің өзіңіздің love story'іңіз тұрады. Келесі бетке мен жаңағы мекен-жай жазу керек, мекен-жайға кез келген біреуді қоя салайық тоже. Бір суретті ма, или мынандай обложканы қоя салайын ба? Мысалы, мынандай обложка қоя салайыншы. Осылай обложка қойдым. Ручканың суретін жазып, үстін басып. Так, бірінші бізге уақыты, уақыты. Өшіп тезлайын. Мына жерге енді сурет қоюға болады, кез келген бір суретті. Өздеріңіздің түскен суреттеріңізді қойып қойсаңыздар болады. Біреуін баса салайыншы әйтеуір. Мына жерге тексттің орнына мен уақытты мына текстті қоя салайын. Готовы сохранить. Мінекей уақыты. И келесі бетке күні тоже мынаны копировать ете салайын. Бірақ суретін өзгерте саламыз, Суреттің орнына басқа сурет қоя саламыз. Кез келген суретті қоя бересіздер. Өздеріңіз қыз бен жігіттің түскен суретін қоя бересіздер ғой. Мына жерге енді так мекен-жайы деген сияқты. Мынаны өшіріп тастап, ставить, мынаның орнына мекен-жай деп жазасыздар. Сурет қойылмады деймін, басқа сурет қойды отыр ғой, размер келмей жатқан шығар. Аларым да так қоя салайын. Сохранить. Мінекей мынандай болды. Уақыты мынандай, мекен-жайы осындай. Енді ары қарай соңғы бетіне жаңағы не қойық, форма қойық. Ол форманы қалай қоямын, жаңағы WhatsApp-қа лақтырып жібереді деп жатырмын ғой.
мына жерден форма дегенге таңдап, осы жерден кез келген форманы таңдай беруге болады. Мінекей. Любой біреуін қоя салайық, мысалы мына біреуді таңдай салайын. Мінекей осындай шықты. Енді осы жерге тексттерді өзгертуіміз керек. Заголовок. Мына жерді алып тастап, кімдер келеді, немесе басқа жаңағыдай той қызық болады деген сияқты жаза береміз. Әркім өзінің фантазиясына қарай қызық қылып, мына жерге тоже жаңағыдай прикольный сөздерін жазсаңыздар болады, болмаса қалып кетпеңдер деген сияқты. Сөйтіп мына жерге сурет қоямыз. Кез келген бір сурет қоя салайыншы. Одан кейін ең соңғысы келесі бет бізде email деп тұр. Email емес, біз оны так имя деп қойық. Мына жерге мен Асылжан Қалмен дей салайын. Ана жаққа сәл андай көрініп тұрады да, типа осындай қылып жазыңдар деген сияқты. Мысалы сохранить деген жазған кезде міне көріп тұру. Той қызық, қалып кетпеңдер, Асылжан Қалмен деп жазылады. Енді мына жерге әркім өзінің ат жөнін жазып, кнопканы басқан кезде WhatsApp-қа кетіп қалатындай қалай істейміз? Айтпақшы, мына жерге қазақша жазбаппыз ғой. Мына жерге тоже мен точно барам деп жазылайық. Енді бізге сілтеме қою керек. Сілтемені қою үшін бізге WhatsApp-тың сілтемесін қалай қоямыз? WhatsApp-тың сілтемесі кәдімгідей Google-ға жаза берсеңіздер болады. Мына жерге WhatsApp ссылка деп. Сол кезде мінекей мынандай сілтеме шығарып тұр. Көрдіңіздер ме? Осыны копировать етіп аламыз. Мінекей мына жерде сілтеме қоятын жері тұр өзінің. Сол сілтемені басамыз да, ары қарай номеріміз жазамыз. 747 901 17 98 деген сияқты. Все, енді сохранить. Жалпы мінекей болды, сілтемесін барлығын қойдық. Айтпақшы, мына жерге не қойып кете салайыншы, жаңағы тюгист дегенді қалай қою керек екенін көрсете салайын. Мына жерде плюс дегенді басып, мына жерде тоже тұр, мінекей социальный сет деген. Осы жерден таңдай саламыз біреуін. Осы жерге енді ручканың үстін басып, сілтеменің орнына жаңағы тюгистегі сілтемені қоясыздар, добавить пункт деп мысалы кез келген біреуін қоя салайыншы. Біріншісін таңдадық. Мына жерге жаңағы адрес деп мына жерге сол жаңағы тюгистегі сілтемені қоясыздар да, загрузить фото деп тюгистің суретін қоя саласыз, адрестің суретін. Вот дәл осылай сохранить деп басамыз, опубликовать деген басамыз. Мінекей біздің сайтымыз дайын болды. Енді осы сілтемені таныстарыңызға жібере берсеңіздер болады. Енді біз кіріп тексеріп көрейік, открыть страница деп. Мінекей шақыру билетіміздің бірінші беті ашылды, екінші беті, үшінші беті. Мына жерде love story'м шығады, уақыты, мекен жайы. Мына жерде әртүрлі жаңағы тюгистің бірдеңенің адрестері. Ең соңғысын көрейік. Мына жерге әркім өзінің ат жөнін жазады. Мен точно барам дейді. Осыны басқан кезде WhatsApp-қа жіберем екен, көрейік. Вот, мінекей WhatsApp-қа жіберді. Дәл осылай жасасаңыздар болады, ешқандай да қиын емес.